Қайырлы күн достар, менің атым Азиза. Бүгін мен сіздерге өте керемет, тәттіні жақсы көретін жандарға арналған осындай балғын, нәзік королевский ватрушка рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу өте оңай. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге дайындасаңыздар болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызды ыдысымызға саламыз. Онда мен бірінші електен өткізіп дайындап алдым. Оның үстіне какао саламыз. Және де қантымызбен разрыхитель, яғни қопсытқышты салып, құрғақ ингредиенттерді бірінші жақсылап араластырып алатын боламыз. Ал майға келетін болсақ, сары майды мен барлық пирогтарға 82,5% майды қолданамын. Ол май бөлме температурасында еріп тұрса, солай қоса беріңіздер. Немесе аздап қатқылдау болса, үкіштен өткізіп, осылай дайындап алсаңыздар болады. Майымызды енді осы құрғақ ингредиенттің үстіне салып, қолымызбен барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Бізде бастапқы кезде бірікпеуі мүмкін. Осындай крошка сияқты болып тұрады. Оған қорықпаңыздар. Енді осыны бірден ыдысымызға орналастырамыз. 20-26 см формаларға осыны салатын боламыз. Және де аздап беткі бөлігіне тағы да әсемдеуге алып қалатын боламыз. Осыны барлығын бірден салып жібермейміз. Енді осылай лопатканың көмегімен немесе қолдың көмегімен осылай біріктіреміз. Біз майымыз еріп, формамызға салған кезде осылай бірігіп тұратын болады. Оған қорықпасаңыздар болады. Осылай жақсылап тұрып орналастырып алдық, жайып шықтық. Аздаған бөлігін беткі бөлігіне алып қалдым. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына сүзбе, яғни творог, оның үстіне қант және де 3 дана жұмыртқа. Сүзбеде мен үйдің сүзбесін қолдандым. Осыны миксердің көмегімен немесе блендердің көмегімен жақсылап езіп, осындай салмасын дайындап алатын боламыз. Бізде салмамыз дайын. Енді осы салмамызды біз формамыздың ішіне салып жайып шығатын боламыз. Лопатканың көмегімен жаңғы бөліктеріне орналастырып жайып алсаңыздар болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасалу оңай, тез, өте дәмді болып шығады. Ауызда еритін, шоколадтың дәмі шығатын керемет шоколад сүйер қауымдар үшін осындай тәтті пирогты жасап көрсеңіздер болады. Барлығын орналастырғаннан кейін ең соңында осы беткі бөлігіне жаңа қалған қамырымызды осы сүйіп шығып, жаңғы бөліктерін вилканың көмегімен осылай әсемдеп дайындап алатын боламыз. Енді қызып тұрған пешімізде 200 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Толық пісіп суығаннан кейін ғана формамыздан алып отбасыңызға ұсына берсеңіздер болады. Осындай керемет пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазақ тілінде YouTube арнасында видеолар көп болғаны қаласаңыз, сіз де өз үлесіңізді қосып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әр апта сайын әртүрлі рецепттер менің каналымда болатын болады.